Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас. Каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп өтіңіз. Менің каналымда өте керемет рецепттермен бөлісемін. Бүгін сіздермен қысқа сақталатын қайнатылып жасалынатын аджиканың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажет заттар қызыл тәтті бұрыш, яғни болгарский қажет, помидор қажет, ащы осындай бұрыш қажет, сарымсақ, татымына қарай тұз қосамыз. Мені бұлардың барлығын ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламын. Сосын қазанға бір қайнатып жабамын. Осылай ет тартқыштың көмегімен барлығын өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң қазанымызға құйып қайнатып аламыз. Мінекей аджикамыз бір қайнап шықты. Енді үстіне 2 ас қасық тұз саламыз. Толтырып 2 ас қасық саламыз. Жақсылап араластырып 30 минуттай қайнатып аламыз. Аджикамыз дайын болды. 30 минут қайнады. Енді мен осындай 1 литрлік банкілерге жабамын. Сіздер кез келген көлемдегі ыдысқа жаба беруіңізге болады. Енді банкілерге құйып, ауыздарын бұрап шығамыз. Ащы аджикамыз дайын болып шықты. Қыстың күні рахаттанып кез келген тағаммен кететін салат. Сіздерге жасауға кеңес берем. Өте оңай, барлығын ет тартқыштан өткізіп қайнатып алдық. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.